Қызым, саған айтам. Әйгілі боксшы Мұхаммед Әлидің қызы Ханна әкесіне арнап кітап жазған. Ол кезекті жазбасында ашық-шашық киініп әкесіне барған кездегі оқиғаны төмендегідей баяндайды. Біз үйге келісімен жүргізуші мені және кіші сіңілім Лейланы әкемнің бөлмесіне алып кірді. Әдеттегідей ол есік артына тығылып бізге тосынсый жасады. Көре салысымен құшақтап сүйіп жаттық. Содан кейін әкем маған мұқият қарады да тізесіне отырғызып, өмір бойы ұмытпайтындай мына сөздерді айтты. Ханна, Алланың жаратқан барлық құнды заттары жасырын және қолжетімсіз келеді. Айтшы, бриллиантты қайдан табуға болады? Әбден қорғалған, мықты панасы бар жердің қойнауынан. Ал гауһарды қалай табамыз? Тереңде, мұхиттың түбінде, жабылған және қорғалған әдемі қабыршақтың ішінен. Алтынды қайдан табуға болады? Жердің миллиондаған қабаттарымен және тастармен жабылған шахтадан. Оларға жету үшін ауыр жұмыстар жасауға тура келеді. Осыдан кейін салмақты кейіппен қарады да, ал сенің тәнің қасиетті, сен бриллиант пен гауһардан да құнды әрі бағалысың, және сол секілді жабулы әрі сақтаулы болуың керек деді.